Бекзат Мақсұтханның бір әңгімесі бар болатын. Жарты жыл Бекзат Мақсұтханның үйінде келінім Нұргүл Ыбырайбаның шайын ішіп, тамағын жеп, сол үйде жаттым ғой. Мен бұл әулетті ұмытпаймын, себебі бұл әулеттің маған жақсылығы өтті. Әпкем Шаған Мақсұтхан қызы, қарындасым Нәзігүл Мақсұтхан қызы, інілерім Азат Мақсұтханұлы, ұмытпаймын мен оларды. Сонда жаңағы келіндер, Азаттың келіншегі, анау жездеміз Шаған әпкемнің күйеуі, ұмытпаймын ол кісілер деген, сол менің ең қайғылы, ең ауыр 6 айымды менімен бірге өткерді. Не бір әңгімен айтып, күлдіріп, ақын, апайымыз да ақын, жездеміз де ақын болатұғын, не бір әзілдерді айтып, сонда отыратынбыз. Үй қамақ сыртта қарулы күзет, есіктің ауланың ішінде қарулы күзет, ауланың сыртында қарулы күзет. Әлемге әйгілі Бен Ладеннен кейінгі екінші террорист Серікжан Біләшұлын сонда Астана қаласы Жаңаөзен көшесі 6 осы әдірісте мен қарулы күзетпен ұстады ғой жарым жыл. Мына зұлым билік. Қолымызда темірдің сынығы жоқ, сөздің шыны. Бекзат Мақсұтхан екеуміз қалай террористпіз. Бір күні күлкі болды ғана, келін Нұргүл Ақтөбенің қызы, кіші жүздің қызы болатұғын. Бір күні ойбай Бекзат, тышқан жүр үйде деп мен айғайлаймын ғой. Мен керуеттің үстінде тұрмын. Ана үйде кішкентай бір тышқанның баласы жүр. Сөйсе Бекзат келіп жоқ қой деді. Бір кезде деп тышқан ара қашқанда Бекзат ыршып орындықтың үстіне шығып апты. Мен керуеттің үстінде тұрмын. Бекзат орындыққа шығып апты тышқаннан қорқып. Содан бір кезде ана кіші жүз келініміз келді. Сіздерді де Қабанбай Батырдың ұрпағы дейді ғой деп қойды да тышқанды сібірткімен бір қойып өлтіріп алып кетті. Сонымен әр жерде Бекзат екеуміз бетіміз қып-қызыл болып, ана кіші жүз келіннің алдында ұялып қалдық. Деді, Қабанбай Батырдың ұрпағымыз деп Бекзат екеуміз біраз жерге желпінетінбіз. Ана кішкентай тышқанның баласына мен ғой бала күннен тышқаннан қорқамын. Жолдастарым біледі. Сөйтсе Бекзатта қорқады екен, оны қайдан білемін? Мен Бекзатты көмекке шақырып жүрмін. Тышқаннан қорқатын Қабанбай Батырдың екі ұрпағын террорист деп. Біз тышқаннан қорқып жүрсек, бізде Назарбай Тоқай қорқып, бізді қарулы күзетпенен Астанада Жаңаөзен көшесі 6-шы үйде бізді қарулы күзетпен күзетіп жарты жыл ұстады ғой енді. Ойлашы. Менде Бекзат Мақсұтхан, менің ғой енді тышқаннан қорқатын патентім бар, куәлігім бар, енді арнайы куәлігім бар. Нотариусте десеңіздер, Қазақстандан басқа жерде емес, нотариусте көрсетуіме болады. Ол бала күннен тышқаннан қорқатынмын. Ол шындық енді. Ана атақты Қажымұқан Батыр да тышқаннан қорқады деп естіді деген. Мен ол тышқаннан қорқамын, сөздің шыны керек. Сөйтсе Бекзат ыршып орындықтың үстіне шығып алып, Нұргүл дейді. Содан бізді қарулы күзетті ғой. Ол Бекзат біз ұмытпаймыз, ол үйде ұмытпаймыз. Келіндерді де ұмытпаймыз. Ол әулеттің екі келіні, кіші жүздің қыздары ұмытпаймыз. Ана Азат Мақсұтханның кішкентай ұлдары бар, Бекзаттың құрттай қызы бар, Ақерке. Бұғынбақ ойнайтынмын мен. Мен өзім қатты балажанмын, соған бұғынбақ ойнап, әгі жерде бұғынып, тығылып, бір-бірімізді қуаласпақ ойнап сөйтетінбіз. Ол енді бір жақсы күндер, көңілді күндер болды. Енді мен бұл азаматтарды соттатып, мен бұл арада қарап отыра алмаймын. Маған егер қолыма кнопка беріп, Ақордан жар десе, мен ойланбауым мүмкін. Тура егер осы азаматтарды соттайтын болса, ойланбауым мүмкін. Тарихта оның бәріне біз барамыз, сөздің шыны керек. Енді бұл билік үрейленіп шошып отыр ғой, сөздің шыны. Билік қорқып отыр. Биліктің үрейі, қорқынышы күннен күнге арта түссін деп тілеңіздер. Жаңаөзен 6 деген коттеджді сатып алыңыздар. Кейін оны мұражай қылып, мемлекет қайтадан сатып алып, қолыңыздан үстеме бағамен мұражай қылып қоямыз. Ол менің үй қамақта отырған коттеджім ғой, 2 қабат. Бекзат Мақсұтханның жалдап отырған үйі. Дүниеде.